Соқкер қазақ ютубына жаңа дем алып келген сияқты бізге еліктейтін арналар ашылды, бізге ұқсайтын контент көбейді. Ал біз болсақ тоқтамаймыз, тек бір ғана өтінішіміз бар. Ол тездетіп 10 000 оқырманға жету. Саусақтарыңыз талғанша тағы жазылайық, лайк басайық, ерінбей пікір қалдырайық. Қазақ футболы дамысын, қазақтарды бәрі танысын. Соңғы жылдары Қазақстанда шағын және орта кәсіпкерлік өте қарқынды даму үстінде. Елдегі бизнестің дамуына үлкен үлесін қосып отырған тек мықты кәсіпкерлер ғана емес, алаңда доп теуіп жүрген спортшылар да кездеседі екен. Біз бүгінгі шығарылымда отандық футболшыларымыздың бизнесі туралы сөз қозғайтын боламыз. Ойыншылар ақшаны термен табады, бірақ сол ақшаны кейбіреуі ауаға шашады. Екіншісі болса еңбекпен келген қаражаттан одан сайын пайда табады. Асқат тағы берген алаңда ғана мықты ойнап қоймайды. 3 көлік мінген ұлттық құраманың капитаны Астана қаласында А8 атты отбасылық мейрамхананың иесі. Тіпті сол жерге барып, Асқатты көріп қалсаңыз таң қалмаңыз. Ұлттық құраманың бұрынғы қақпашысы, кезінде футбол федерациясының президенттігіне үміткер болған Давид Лория да бизнесмен. Еліміздің бас қаласының оң жағалауындағы голкипер спорттық бары Қазақстанның 3 дүркін чемпионына тиесілі. Жас кезінде қақпада мықты тұрған Лория қазіргі қақпашылардың ойындарын Абай А8 мекенжайында көретін сияқты. Түркияда Давид Лориямен бірге ойнаған Самат Смақов та қазірде кішігірім кәсіпкер. Ұлттық құрама сапында ең көп матч ойнаған қорғаушының Алматы қаласында спорттық киім сататын 3 бірдей дүкені бар. Кезінде Түркияда ойнағанын ұтымды пайдаланған Самат мырза қазір сол жақтан тауар алып елде сатып байып жүр. Тобол емес, тобыл аңызы Нұрбол Жұмасқалиев те қазір бизнеске көшуді жөн көрген сияқты. Бапкер болып та үлгерген Интер Тото кубогының жеңімпазы қазіргі таңда пәтерлерді жалға берумен айналысып пайда табады деседі. Алаңнан кенет жоғалған, мансабын ерте аяқтаған Бауыржан Жолчиевті таба алмай жүрсеңіз, пәтер керек деп Алматыға келсеңіз, Астананың экс-жұлдызын көру мүмкіндігіңіз кенет артатыны анық. Өйткені Астанадан көп ақша сұраған Бауыржан футболды қойып кішігірім кәсіпке бет бұрған. Чемпиондар лигасын шулатқан футболшы қазіргі таңда Нұрбол ағасы сияқты жылжымайтын мүлікті жалға беріп жүр. Ұлттық құраманың қазіргі таңдағы мықты ойыншыларының бірі Абзал Бейсебеков те футболдан тыс уақытты тиімді пайдаланады. Астана ойыншысы бас қаладан паб ашып алған. Жасыл алаңның орталық аймағында мұқият ойнап үйренген Абзал өзінің кәсібін дәл солай мұқият жүргізеді. Астана мен Алматыда ойнап жүрген Бейсебеков биыл жақсы администраторды жұмысқа алатын сыңайлы. Себебі Астана футбол клубы өз алаңындағы ойындарды Алматыда өткізеді. Қазақстан халқы арасында криптовалютаға деген сұраныс жоғары. Біздің елде 1 миллиондай адам биткоинға ие. Солардың бірі Аслан Дарабаев. Аслан әлемнің қай жағында болса да, қай қалада доп тепсе де, оның кәсібіне зиян тимейтіні анық. Тіпті қосалқы құрамда отырып қалса да, өз бизнесін онлайн түрде қадағалап отырады. Бағдат Қайыровтың Камри 55 мінетінің алдыңғы бағдарламада айттық, одан да қымбат көлік мінуге шамасы жетеді. Алайда Ақтөбенің қорғаушысы ақшасын кішкене экономдап, Астанадан бір кофейне ашып алған. Кім білет, бәлкім сол кәсіптен тапқан пайдаға ұлттық құраманың ойыншысы Бағдат Қайыров бірер жылда Феррарида алып қалар. Ұлттық құраманың тасқамал қорғаушысы Александр Марачкин да Forbes тізіміне енгісі келеді. Футболды қойғаннан кейін Александр толығымен бизнеске кетуі мүмкін. Оған себеп те бар. Марачкин шығыс және Еуропа тағамдарын әзірлейтін мейрамхана иегері. Сондай-ақ Астана ойыншысында көлік жуу желісі де бар. Егер сіз футболшылардың басқа да бизнесі бар екенін білсеңіз, міндетті түрде комментарий жазып кетіңіздер. Жігіттер алаңда көбірек жеңіске жетсін, алаңнан тыс өмірде бизнестен пайда көрсін. Байыса, қазақ байысын. Біздің контент ұнаса, міндетті түрде лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазақша контентті бірге дамытайық.